Құрметті диқандар, қиярды тыңайту бойынша қосымша айта кететін бір жағдай. Көп диқандар егін еккеннен кейін тек қана аммиакты селитрамен ғана өсіреді. Ол дұрыс емес. Аммиакты селитраны басып бере берген сайын ол қаула бойына өсіп кетеді, жемістің беруі де азаяды, салған жемісінде сапасы төмендеп, жемістің бойында нитраты көбейіп кетеді. Ол білесіздер, денсаулыққа зиян болуы мүмкін. Ал егерде біз өсімдікке әрине азот керек, сондықтан да ол азотты тек қана аммиак селитра түрінде ғана, тек қана өзін ғана берместен, біз нитрат кальций, нитрат магний, нитрат калий тыңайтқыштарына аз-аздан қосып беретін болсақ, яғни комплексті түрде өсімдік тыңайтылатын болса, онда өнімнің сапасы жоғары болады, және де анализде ешқандай нитраттар көрсетпейді. Негізі өсімдіктің жемісінің сапасы мықты болу үшін әсер етуші затты есептеген кезде бірліктегі азотқа 2,5-3 бірліктегі калий тыңайтқышын келгені абзал. Сол кезде сапасы өте жоғары, дәмі тамаша болады. Ал көп жағдайда диқандар тамшылатып суғару жүйесіне арналған тез еритін, құрамында хлоры жоқ калий, фосфор, магний тыңайтқыштарын қымбатсынғандықтан олар қолдана бермейді. Бұл жерде ол егінді арзан өсіремін деп аз өнім алып қалады. Сондықтан да жаңағы тыңайтқыштарды комплексті қолдану қажет. Сонда әрі мол өнім болады, әрі сапасы өте жоғары болады. Сондықтан да 1 гектардан құр селитра беріп отырып 15-20 тонна қияр алғаннан гөрі комплексті тыңайтқыштарды қолдану арқылы 1 гектардан 40-50-60 тоннаға дейін өнім алсаңыздар, ол сіздің тыңайтқышқа жұмсаған қаражаттарыңызды еселеп қайтарады. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет, бай қуатты болыңыздар.